сезіміңізбен қосып, өзіңізбен демалып жатқанда сезіміңізбен сырласып көруді әдетке айналдыру үшін бүгіннен бастап солай жасап көріңіздерші деп өтініш айтқан болатынмын. Енді қолдары мүмкіндігіңіз болғандар солай жасаған шығарсыздар, мүмкіндігіңіз болмаса жасамаған шығарсыздар. Бірақ мен сіздерге айттым, енді өзімнің ойымды айттым. Өйткені мұндай сезім арқылы өзіңізбен сырласу өміріңіздің әр белесінен қалған естелік сияқты болады дедік. Бала жастан мынандай сезімде, жігіт шақта мынандай сезімде, орта жаста мынандай сезімде болдым деп, кейін мен сияқты әже болғанда естеріңізге түседі дедім. Келіңіздер, ән жоқ болғасын іштеріңіз пысайын деді деймін сіздердің. Әнді де айтсақ айтармыз, бірақ енді кішкене мынау негізгі мәселені сәл қозғап алайық, сосын көрерміз енді ыңғайына қарай. Осылай әр келген жасыңыздан із қалдырады деп айтқан болатынбыз. Уақыттарын көп алмай-ақ қояйыншы, шаршайды ғой деп ән алмай келіп едім. Өзім білетін бір өлеңді айтайын енді. Кездессем ұрлана қарайсың, асаудай тулайды жас жүрек. Мен сені жаныма балаймын, сен үшін менде бар бір жүрек. Мен сені жаныма балаймын, сен үшін менде бар бір жүрек. Есімде сол күнігі сауық кеш, ләззаттың тағдырын өзің шеш. Ләйліден айрылған мәжнүндей, дәл қазір менде жоқ ақыл ес. Ләйліден айрылған мәжнүндей, дәл қазір менде жоқ ақыл ес. Әлде бір бар шығар сүйгенің, тақап бар менсінбей жүргенің. Оны зор мені құр санасаң, мейірімсіз соққаны жүректің. Оны зор мені құр санасаң, мейірімсіз соққаны жүректің. Ла-ла-ла сауық кеш, ләззаттың тағдырын өзің шеш. Ләйліден айрылған мәжнүндей, дәл қазір сенде жоқ ақыл ес. Ләйліден айрылған мәжнүндей, дәл қазір сізде жоқ ақыл ес. Ләйліден айрылған мәжнүндей, дәл қазір менде жоқ ақыл ес. Бола ма? Осы бір әнмен қоштассақ болады ма? Не айтасыңдар, не жазып атсыңдар? Мен қарайын жақындап, сендер не айтып жатыр екенсіңдер? Не сұрайсыңдар? Жай, не туралы пікірлесеміз? Не қызықтарың бар өздеріңнің? Қандай ғашықтарың бар? Қыз жақсы ма, жігіт жақсы ма, не болып жатыр? Өзіміз бана қыздарымыз бұл жеткен кезде, айтып жүрді ғой. Енді келіп жатсыңдар ма? Мыналы қосылып жатқандар ма? Осындай мынандай балдар, жігіттер бар деп, балдарымыз мынандай қызымыз бар деп айтып жүрді.
келініміз түсірді. Ол жаңа баламыз айтқан кезде келіннің суретін әкел деп суретін алдырып қойдық. Алдырдым енді, алдырдық қой, шалмен екеуміз. Сосын жаңағы олар студент, екеуі де оқиды, қыз да жігіт, баламыз да өзіміздің. Сосын жаңағы бәрі жұмыс істейміз ғой, күндіз жұмыс істейміз де, түсте тамақ жерде күнде жаңағы шалмен екеуміз айтамыз, ойбай, ана келіннің суретін көріп отырып ішейікші деп. Енді біздер ол жастығымыз ғой, енді біз соны ата-ана болсақ та жастығымыз екен дейміз, осы кезде күлемін өзім. Жаңа қыздың суретін әкелеміз, жаңа келін былай әлі келін болған жоқ, енді оқып жатқан жаңа баламның жүріп жүрген қызы ғой, соның суретін ортаға бүйтіп қойып қоямыз. Сөйтіп отырып шалмен екеуміз қарап отырып, жаңағы шай ішеміз, тамақ ішеміз, күнде сөйтеміз. жаңағы сендерге де айтып берейін бір қызықты. Сөйтіп күнде сосын дастархан жинаған кезде жаңағы суретті сүртіп айнаның алдына, столға бар, столдың үстіне, столдың үстіне айна болатын еді, былай үш ашпалы, енді өзіміз пайдаланып жүрміз. Соның алдына апарып тікесінен қойып қоямыз дағы, дастарханымыз жинап, тағы да жұмыс істеуге, жұмысқа кетіп қаламыз ғой енді. Сөйтіп бір күні тағы да енді екеуміз жұмыстан келеміз де дереу тамақты дайындап, түскі тамақты ішейін деп жатсақ, екі қызымыз бар ғой енді, қарындастары жаңа баламыздың. Екі қызымыз бірақ та ана суретті алып келе жатыр, біз әкел деп айтқан жоқпыз, олар кішкентай, 5-6 жастар екеуі де. Сосын бет қарасақ, ай не болды десем, ойбай жаңа айтады, мына ортаға қойып қояйын деп әкеле жатырмыз, әпшенің суретін дейді, олар білмейді. Қыз бен жігіт деген қайдамысың, 5-6 жастар. Әпшенің суретін ортаға қойып қояйын деп әкеле жатырмыз. Күнде өз папам екеуің жаңа ортаға қойып қарап отырып тамақ шай ішеміз ғой бәріміз деп жаңағы суретті әкеп ортаға қоятын болды жаңа екі қыз. Содан одан кейін біз әкелуді қойдық. Күнде тамақ шай дайындарда, түс болады, кеш болады, тамақ шай дайындарда ана келінді жаңағы қыздың суретін әкеліп ортаға қояды. Сонда енді адамның жастығы, біздің де жастығымыз анау не қылып ана келінді, баламыздың келін әкелетін бір қуаныш көріп жүрміз ғой. Соншалықты қуанып жүрміз, келін әкеледі деп. Содан ол тоқырау жылдары май да жоқ, шай да жоқ, нан да жоқ. Түркістанға қарай жүгіреміз, өйтеміз, одан тапсаң таптың, ояқтан да таппасаң таппайсың. Сандалып жұрттың бәрі арқалап жүрген Аладорба, жалғыз емес елдің бәрі сондай. Содан жаңағы дайындалайық. Содан бала бір күні келді, балам. Сөйтіп не қылды деп практикаға шығады деп айтқан алдында, сол практикасын біл, сол практикаға шыққан кезде келін түсірейді дегенбіз. Соны наурызда практикаға шығатын болды деп келінді айтып, қызды айтып келді баламыз. Содан ойбай, онда практикаға осы біздің ауылдан өткіземіз, осы жерден. Мақұл, сөз байласып келдім деді бала. Содан дайындыққа кірістік. Ойбай, майды шемішкені, қара шемішкені әкеліп, оны көп қып еккен шемішкемізді де тазартып суырып, одан басқа жақтан да алып, сосын оның шалдың бір досы бар тұғын, андай қара шемішкеден бүйтіп шемішке май шығаратын сол кезде, соған қап апарып беріп, ол сөйтіп қойған екен шал, ол пляк қып шемішке май істеп берді, шығарып берді жаңағы. Біздің ауылда тойға бәрі жаппай той деген бәрі келеді, 5-6 қазан палау істеледі. Сондай барлық жерде той істесе, сондай болады. 5-6 қазан палау істеледі. Енді ол жайшылықта ештеңе емес, жоқ кезде қиын болып тұр ғой, тоқырау жылы болып, 90-шы жылдар ғой енді, 90-нан кейінгі дәл тоқыраудың кезі. 90, 91, 95, 2000 жылдарға дейін аяғы созылып барды ғой. Содан шемішке майымызды дайындап алдық. Одан бір уазикті жалдап, Түркістанға барып, бәр жаңағы тәуір шай ма, не ма, әркімге кіріп жалданып, әйтеуір жаңағы жалынып дегендей. Сөйтіп, оның бәрін әкеп алдық. Надай жаңағы жаңғақ әкелдік, бір қап, 1,5 қаптай әкелдік. Жаңғақ болады ғой, ол кезде дастарханға соны жаңғақ қоятын. Онымыз бар, май бар, шай, не бар, әйтеуір бәрін алып келдік. Сөйтіп, жаңағы адамның жастық күші, жастық жігері деген, қуанышы деген қоймайды екен ғой. Сөйтіп,
бәрін алып келдік қой жаңағы неғылып арасында жаңағы құда шақырсақ деп менен әйел адам емеспін ба, анадан бір алам, жаңағы маталардан мына матадан бір алам, ана орамалдан бір алам, ана алдымен келін түсіріп алғаннан кейін келеміз ғой дейміз, бірақ сонда да анан неғып қоямын енді қуанып жаңағы бәрібір келін артынан қуып келетіні бар, жаңағы киімін әкелетіні бар, сондай ғой. Сосын апаратын жаңағы тоғыз боғызымыз бар, барады жылмалап бүйтіп жүрмін мен, жаңағы жанталасып сол продуктының арасында жаңағыдай нелерді алып келдім. Хабаршы жібереміз ғой енді тоғызды беріп, ойбай бәрін сендерге айтайын енді. Сөйтіп соның бәрін алып жүрдім, сөйтіп жаңағы уазикке тиеп бәрін алып келдік. Сөйтіп тойға жеткілікті қылып бәрін продуктыны алдық, аямай әйтеуір бергенінше, шамамыз келгенше бәрін алдық. Енді негізгі мәселем шешіліп тұр, сосын ар жағы әйтеуір оңай ғой енді. Сөйтіп әкелдік. Ол ауылдан арсаңнан алайын десең, ауданнан мынадай карточкамен береді ғой, ол карточка алған өзің жегеніңе жетсе де бала шағаңмен, ол соған да шүкіршілік дейсің, бірде жетіп, бірде жетпейді ғой балалары көп үйлерге. Сөйтіп алып келіп үйленді ғой. Сөйтіп жаңағы қызбенен баламыз үйленді. Келін әкеледі деп, одан соған келінге машинамен барып әкеліп, енді бірден кемпір болмайды екенсің. Талай қуаныштарды көресің, талай қиыншылықтарды көресің, талай қызықты көресің. Сөйтіп барып әже кемпір боласың. Енді 80-ге таямай қайтеміз сондайдың бәрін көргеннен кейін. Бірақ ана қуаныш ерекше болады. Келін түсірген деген бірше, енді адам қуанады. Ана балдарыңыз өсе берсін, ана туған балдарыңыз әйтеуір көп тусаңыз да оған қалай асыраймын демей, соны енді барына береке қылып асырап өсіре беріңдер. Үлкен үміт күтіңдер олардан. Қателік болады балада, ол қателік жасады, мынандай болды деп күйіп жанып піспей, үміт күтіп, тәрбиелеп, дұрыстап, мынауыңды қой деп айтып, енді қандай қалай тәрбиелейсің өзің білесің ғой. Қатты айтасың ба, жай айтасың ба, кішкене құйрығын бүйтіп майлап жібересің ба, енді өзің білесің, өздерің білесіңдер, әкесі біледі, анасы біледі. Бірақ сөйтіп тәрбиелеңдер, олар ертең сендерге келін әкеледі. Күшті боласыңдар сонда ше. Келін жұмсайсыңдар, келінне отырған қызық, олардың онымен пікірлескенді айтса келінменен, ойбай енді керемет болады, келінмен мынандай өмір кешесіңдер келін түскеннен кейін. Күшті болады. Екеумізді ол келін келді, бәрін өткіздік. Одан кейін келінді жұмысқа тұрғыздық, баланы да жұмысқа тұрғыздық. Қайтадан барып оқыды ғой, практикасын өткізіп кетіп, қайтадан барып оқыды оқуларын. Екеуі де бала оқуға кете берді, келін бір ай практикада болып ауылда. Содан кейін қайтадан кетті. Сөйтіп алғай жалғастырып оқып, оқуларды бітіріп келді ғой. Сосын келгеннен кейін жұмысқа тұрғыздық. Жұмысқа тұрғаннан кейін жаңағы жұмысың да бөлінеді. 4-5 сиыр сауамыз ғой. Өзім бұрын жаңа маймаңдап жүріп, әр жерден бір басып, жаңа жұмыстан келіп шаршап, бүйтіп өлеңдеп, майысып жүріп, 5 сиыр саусаң, енді келін келгеннен кейін екеуі сол сауса, үшеуі мен сауам. Сол болмаса керісінше әйтеуір екеулеп сауасын, екеулеп тамақ істейсің, екеулеп жаңағы тамақты әкелесің, аналарға ыстық сүт бересің, май қоясың, ол майды олар сүтке салып ішеді. Атамыз бар, енеміз бар. Керемет, енді керемет өмір басталды. Сондай мен келін түсіргеннен кейін менің керемет қызық өмірім басталды. Бұрында да жаман тұрған жоқпын, өте жақсы. Айтып жүрмін, шалым да жақсы, балаларым жан. Бірақ анаушы енді бір қызық, сонда жаңағы екеуміз, келінмен екеуміз чайный стол жерге отырамыз ғой енді. Соны екеуміз пікірлесіп отырып, мен де жастаумын ғой енді, ол кезде 40-тардамын, иә. Сол сөйтіп әңгімелесіп отқанда, келін шай құйып отырып, ана жақта отырып, мен мына енем жақта отырып, сол енемнің қасынан жылжып келін жаққа жақындағанды мен білмей қалады екенмін ғой. Шай отқан келіннің қасынан деп келін екеуміз ол көргенін айтады жұмыста. Мен андай қыдырып барған жерімізді айтамыз. Енді
қызық, қыдырып барған жерде де қызық болады ғой. Сонда сөйттік, анандай көрмей қалып мынандай болып қалдым. Ана келін де айтады, ойбай, содан мынаны қалай жақындағанын білмеймін. Кейде ол маған жақындайды екен, ана шайды құяды екен де, мама деп бет-кесені бүйтіп келеді екен де, маған сыбырлайды екен. Мен оны да білмеймін. Соны бір кезде енем оның бәрін байқап отырады екен. Бізге айтпады енем. Бір енем ауылда бір өзінің кемпірлері бар, бұл әжелері бар ғой енді, өзінің құрдастары. Соларға айтыпты, о бейшара-ау депті. Мен айым дейді ғой, айым бейшара да өзінің үлкейгеніне қарамайды депті. Мен айтқан ғой, еді 40-қа келген жас емеспін ғой енді, мен әжептәуір 40 деген енді. Сол өзінің үлкейіп қалғанын білмейді. Жанар деп бүйтіп ала шай құйып отқан келіннің қасына жақындап барып, сөйтіп жаңағы әңгіме айтады. Сөйтіп екеуі тырқылдап күледі, бір сөзін естимін, бір сөзін естімеймін. Кейде естіп күліп отырамын деп айтыпты. Кейде сыбырласады деп те екеуі сыбырласқанымызды байқамай қаламыз. Сосын анау деп бүйтіп құлағына сыбырлаймын мен де. Ол да маған, ол көбірек сыбырлайды, маған мынандай деп құлағыма сыбырлайды. Сөйтеміз да кісілеріміз қатып күлеміз ғой жаңағы. Соны айтыпты, бейшара Құда жеткерген екен айымға. Мен айтқан ғой, айым бейшараға Құда жеткерген екен. Келіні сөйтеді екеуі. Ол келінге жақындайды, келіні оған жақындайды, сөйтіп екеуі соқылдап күліп шаршайды депті. Тамақ шай ішкенін, қалай шай ішіп, қалай тамақ ішкенін қайдан, ауыздан бір салып алып күледі, екі салып алып күледі. Шайды де ол ішіп те қарқымайды. Жаңағыдай бір нәрсе айтып күліп отырады. Мен ішіп жеп алам деп айтады екен. Енеміз де жақсы кісі болды, атамыз да жақсы кісі болды. Атамыз енді ер адам ғой, онша күлсем, о не болды деп күледі де қояды, ол кісі не алмайды. Әңгімеде маған ол кісі сүйсініп отырады, атамыз сүйсініп отырады, ол да қуанып отырады, біздің сондай тату-тәтті өмір кешкенімізге қызығады. Екеуі де қызығып, сондай татулықтан жақсы тұрғаннан армансыз кетті деп ойлаймын мен, атамда, енемде. Енем енді сонша ырза болғаны барып ана әжелерге айтқан ғой, ойбай, ол екеуін көріп отырсаң, бірге отырып шай ішіп отырып қалай күлгеніңді білмей қаласың деп сондай айтқан. Сондықтан сіздер де осындай бақытқа кенелесіздер деп үміттенемін мен. Қазір өсіріп отқан бала шағаларыңыздан рахат көресіздер, қызық көресіздер деп айтамын. Қыздар да солай. Қыздарды ұзатқанда да өздері сөйлесіп, өздері жүріп, өздері сөйткеннен кейін ол кетіп бара да қуанасың, теңін тапты, өзінің қалаған адамына кетіп бара жатыр деп. Әрине қимастық болады іште. Қимастық болады енді, қанша дегенмен ақыры ол табиғаттың заңы болғандықтан оған да қуанасыздар. Сондықтан сіздердің асырап отқан қыздарыңыз да керемет болады, ертең сіздерге қорған болады, сіздерге бір сүйеніш болады. Қорған енді балаң қорған болады ғой, бала қыз сүйеніш болады, сондай жақсы болады. Енді анаға деген бір махаббат болады ғой, барлық перзентте де, ұлда да, қызда да. Қыз сонда да енді өзі ана болғаннан кейін ананың жағдайын қатты түсініп тұрады. Сондықтан асығып тәрбиелесеңіздер, ойбай, кереметті көресіздер. Сізге ешқандай құдаңыз да претензия айтпайды, құдағайыңыз да претензия айтпайды. Құдаңыз жаңағы құрдасыңыздай, құдағайыңыз сырласыңыз болады. Құдағайыңыз құрдасыңыздай, құдағайыңыз сырласыңыздай болады, сырласыңыз болады. Менің екі құдам да, екі құдағайым да солай. Бұл жаңағы шалбарда да сондай. Өзіміздің бір құрдасымыздан да жақын-ау деймін енді, былай қараған. Бір бауырымыз сияқты болады. Құрдасқа да қайта анау-мынауды айтасың, анау енді бір өзіңнің бауырың сияқты болады. Кәдімгідей ашық сырласасың. Құдағаймен құдағай, құдамен құда, құдағай, бәріміз де отырып та сырласа береміз. Өте тамаша. Енді жандарына жамандық бермесін деп мен айтам. Осы эфирді де көріп отыр ғой, олар да өзі солай тілейді бізге де. Өте жақсы, өте тамаша адамдармен Алла тағала мені құда қылды. Ондай адамдардан шыққан балдар да жаман болмайды ғой. Күйеу балдарында жақсы деп айта аламын. Жақсы. Егер әлде қалай бір күйеу балдарда бір сондай жағдай өзім маған ұнамайтындай или жалпы бір қателік болады ғой, пенде болғасын. Сондай қателік болса,
ол құдам да құдағайым да ешқашан маған ренжімейді, ешқашан бізге ренжіген емес. Баласына ұрсады, сөйтіп ұрсады баласына. Өйткені менің қызыма да жуытпайды деген сөз ғой ол. Ол маған, маған қорып, мені қорғап, баласына ұрсқаны мен емес, қызымды қорғап тұрған ғой. Менің қыздарымды да қорғап, мен ылғи қыздарым жағына шығып кетеді құдаларым. Сөйтіп ана баласына ұрсады алдарына. Қандай құдағай. Құданың сөзін сөйлеп, өз баласына ұрсып, көзіңше қызды қорғап, көзін сыртымызда да солай, сыртта да өздері айтады қыздар, мамам бізді қорғайды, не болса да баласына айтады, біздің сөзімізді бұрыс болса да дұрыс қылады деп айтып отырады. Олар менің қыздарым қателеспейді дейсің бе? Қателеседі, олар да пенде ғой. Олар да дұрыс емес сөйлеуі мүмкін, дұрыс емес істеуі мүмкін. Мен бәрі дұрыс істеді деп олай айта алмаймын. Пенде болғасын, олар да қателеседі. Бірақ құдам мен құдағайым шық жуытпайды менің қыздарыма. Қайтан дұрыс болса да бұрыс болса балаларына ұрсады. Менің көзімше, менің бетіп тұрып ұрысқанды мен көрдім құдамның. Егер осы мынандай кісі құдам мен құдағайымнан бір сәл бұл қалай деген несін бетін болса, көретін болсам, сенен сезетін болсам, қызымды да атын айтып жатыр онда, соның да сәл мына қабаға бетіп кірбің түсетін болса, сені аямаймын деп өйстіп тұрып айтқанын естідім құдам. Енді сондай тамаша кісілер. Енді жаңағы енемнің айтқаны да рас қой. Құдай жеткерген шығар деп ойлаймын маған. Айымға Құдай жеткерген деп енем бейшара өмірден өткенше айтып кетті. Осы сөзді айтып кетті. Айымға Құдай жеткерген екен. Айналасындағы бәрі жақсы адам жаңағы, құдасы жаңағы енді ол баламның несін айтып жатыр. Ата-енесін айтып жатыр да. Қыздарды көрген жоқ қой, баламның ата-енесін көріп кетті ол кісі. Сонда айтып жатыр. Ол кісілер де тамаша, бәрі тамаша деп отырмын ғой. Ол кісінің де айтып кетті. Әке шешесі де қандай жақсы келіннің Құдай айымға жеткерген екен. Құдай жеткерген екен дейді. Енді ол шалыма да әрине баласына да жақсы болғанына қуанып отыр, бірақ мен енді әйел ретінде ана келіннің жақсы болып кездескеніне қуанады да енем. Сөйтіп сондай жақсы тілекпен кетті енем бейшара. Өзіме де айтатын, жаныма көзің саған жеткерген екен Құдай, жеткерген екен. Әрбірден айтады, көз жасыңды көрген шығар деп те айтатын кейде. Көз жасыңды Құдай көрген шығар деп те айтатын. Енді өзі санаулы ғана бала болғаннан кейін, бірақ бала екі қыз болғаннан кейін, кейде енді өзің өлеңдеп шалмен екеуміз өліп тіріліп, бір жанымыз шығып кетіп, кейде бір жанымыз кіріп, қашан осы перзентсіз болып өліп қалар ма екенбіз, осы дүниеден өтіп кетер ме екенбіз, қарап жүріп уайымнан жоқ болып кетер ме екенбіз, қарап жүріп психологически ауру болып қалар ма екенбіз, жынды болып кетер ме екенбіз, өмірден баз кешіп кетер ме екенбіз деген ойда жүріп талқысып, енді өлеміз ау деген кезде жеткеннен кейін сол кездерде жылап құлап тілейміз ғой Құдайдан. Енді соны көреді ғой, көз жасымызды байқайды ғой атамыз бен енеміз. Енді күнде бірде болғасын байқайды ғой атамызды. Ол кісілер өмір көрген, бәрін біліп отыр ғой. Сонда айтатын, соның бәрін көріп жүргесін айтады, жаным-ау, Құдай көз жасыңды көрген екен. Мен ғой жылап қалатын, мен ер адам шалым көрсетпейді. Соны мені көреді ғой, соны айтады, Құдай көз жасыңды көрген екен деп атамызды айтады. Екеуі де айтады оңашада, сенің жақсы адам, жақсы келін кездестірді, жақсы құда жекжат кездестірді. Енді қыздарға да Құдай қаласа сондай кездестірсе, болды, екеуің жарық дүниеге келгендеріңе бұрынғыдай емес қуанасыңдар деп айтатын. Енді ол кісілердің де тілегі қабыл болған болу керек. Қыздарым да жақсы жерге барғаны, сол ата енемнің де тілегі маған деген сондай ыстық ықыластары қабыл болды деп ойлаймын.
өзім де тіледім ғой, бірақ ол тілекті Алла қабыл алу үшін көп нәрсе керек қой, көп нәрсе керек. Соны маған қосымша ата енемнің де тілегі қабыл болды ау, сонымен көбейді тілегіміз деп ойлаймын. Міне осындай жағдайда, осындай сосын ғой жаңағы енді жылап, тілеп жүргеніміздің себебі де сол. Оны жасыратын ештеңесі жоқ. Бүкіл ауыл, бүкіл ел білетін нәрсені, оны көніп тұрған нәрсені қалай жасырасың? Құдай жасырмағанды адамнан жасыра алмайсың ғой. Сөйтіп жеттік, әйтеуір осындай өмірге, қызық өмірге жеттік. Ал сіздер ондай болып шаршамаған адамсыздар, бірденнен келіп балалы шағалы болған адамсыздар. Ешқандай өмірге наз айтуға болмайды. Қуанышты кезеңдеріңіз көп болу керек сіздердің. Балаларыңыздан үміт күтулеріңіз керек. Олар ертең сіздерді жеткізеді барлығына. Міне отырмыз ғой қазір. Ешқандай уайым жоқ, қайғы жоқ. Бәрі ішкеніміз алдымызда, тілегеніміз алдымызда деген сияқты жақсымыз ғой әйтеуір. Құдайға шүкір деп айтайық. Қанағат қылмасаң еш нәрсеге де өмір тоймайсың. Қанағат қылу керек, шүкіршілік қылу керек. Сонда тойған қоздай болып жүресің. Жетпеген Алла тағала ол несібеңе береді, жеткізеді. Әлгі бір дүниеге бір перзент келсе бір жусан артық шығады дейді ғой. Сондықтан солай болған болады. Ол жаңағы балаларыңызды қорықпаңыздар, жақсы қылып тәрбиелеп, мүмкіндігі болса әйтеуір өзіңізден ыңғайыңызға, шамаңызға қарай көбірек отбасында көп баланы көбірек болғанда жақсы. Мен өмір ылғи айтып жүрмін ғой, 10 бала өстік, 10 бауыр болдық, 20 бала бір үйде өстік деп айтып жүрмін ғой. 20 шақты бала бір үйде өстік. Әкемнің ағасының балдарыменен біз бірге өстік, бірге не алдық, біразға дейін жаңағы бірге тамақ ішіп жүрдік. Соң кейіннен жатын орны бөлінді. Сөйтіп барып есейіп қалғанда бөліндік. Ал оған дейін біз бірге ойнадық, бірге жүрдік бәріміз. Тіпті үйдің қасында тағы да бір көкеміз болды, Махамбет деген, көріп отқан шығар осы эфирді. Ол кісілермен де бірге іштік тамақты. Енді көп адамдармен біз бірге тұрдық. Әке шешем мал бағып, сиыр бағып, бір ферма сияқты жерде болды. Сонда екі семья бірге тұрды. Ол үйдің балдарымен де бірге өстік. Балара өсірді, екі семья болдық. Бір баласы жоқ кісілердің, бір баласы болды, ол баласы оқуда болды. Одан жаңағы армияға кетті, әйтеуір. Сонымен сол екі кісіні менің әке шешем ата енесі қылып, оларды да мен де бірге тұрып, олармен де бірге тұрдық. Олар бізді бала қылып, ана ата әжеміз болып тұрды, өзіміздің әке шешеміз аға дейтінбіз, біз әкемізді аға, анамызды апа деп сөйтіп не алатынбыз. Ана кісілер біздің әжеміз бен атамыз болып, қашан баласы пока келін алғанға дейін бізбен бірге тұрды. Сондай біз көпшілікке мен әбден үйренгесін. Әрине, сондықтан көп бала болса да ол жаман болмайды деп ойлаймын. Енді қазіргі заманның ауырлығын ғана ойлап, соны сәл ойланып отқаным сол. Жаңа қиналып қала ма, қазір дәл ондай анасы үйде отыра алмайды ғой деп, бұрынғы аналарымыз үйде отырды ғой енді.